Бәйдібек Ауданында 140 мың түп тұт ағашы өсірілуде. Тұт ағашынан жібек жіп өндіреді. Тұт ағашынан жібек жіп өндіруді қолға алған шаруа Сұлтан Бакиров кәсібін алға дамытуды көздейді. Қазірдің өзінде сатылымға шығарған жібек орамал әйелдерге арналған сырт киімдерге қызығушылық танытатындар саны көбейген. Ақбастаулық шаруа 30 гектар аумаққа тұт ағашын отырғызған. Жібек жіп өндіруді көздеген. Ол бір ағаштан жылына 4 рет жапырақ жинайды. Кәсіпкердің қолға алған шаруасын облыс басшысы арнайы барып көрді. Қолөнершілер қазірдің өзінде жібектен орамал, қыз-келіншектерге арналған сырт киімдердің бірнешеуін тігіп, аудан көлемінде сатылымға шығарыпты. Орамалдың құны 7 мың теңгеден басталса, әйелдерге арналған камзол сынды сырт киімдер 20 мыңнан жоғары. Қосымша кілемшелерді кездестіруге болады. Қолөнершілердің жасаған дүниесіне разы болған Жансейіт Түймебаев тауарларды экспо көрмесіне жіберу керектігін айтты. 1 сантиметр квадратта 64 бар, 100-гі бар, 120-ғы бар. Соны қоятын болса, одан да көп жұмыс орнын ашуға болады.